Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен халқымыз. Айналайын халық жұртым, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Үй іші Малжан аман есен ба? Чек. Бізде бүгін бір жақсы бір түсірілім болайын деп тұр. Жоңғар Алатауы, Жетісу Алатауының бөктерінде қойды айдап көш болып жатырмыз. Қойды көшіріп, жайлаудан көшіп, күзеуге кетіп бара жатқан жайымыз бар. Чек. Лақтар. Анау етекке кеттік. Жазықты көрдіңіздер ма? Бұл жақ. Осы жаққа барып қойды егінге апарамыз. Дән, арпа бидай жеп, семіріп, оңалып қайтады. Күздік кепке дайындық. Берсе мені қысқа жақсы күймен күйіндеп қойдым. Бұл жерде бізде көмекші рекс жүр мені. Әрдайым қалмайтын, көмектесетін. Чек. Дәнге барып отырамыз. Кешеден бері көшіп келе жатырмыз. Анау бұлттардың арасынан. Кеше бір күн, бүгін бір күн жетіп аламыз кешікке. Ешкелер деген қандай. Ешкінің еті ем. Өйткені мынандай көрінген неше түрлі шөптерді жейді бұлар. Бұндай шөптерді қой жемейді. Абырақ ешкешікті көріңіздер ма қандай сесін. Үй, құлады. Кет! Үй! Олай достар. Қызықты сәттермен бөлісіп отырамын. Оған дейін бізбен болыңыздар. Соңына дейін видеоны көріп, лайк басып, пікір қалдырып, жазылып қойыңыздар каналға. Чек. Биылғы егістік қалай болып жатыр достар? Қуаңшылық салдары қиын болып тұр енді. Сол себепті қыстауға жақсы күймен кірейік деп дәнге бара жатырмыз. Дән жеу керек. Яғни шабылған. Ау! Иә, семірту керек, сату керек. Дәннің орны бөлік. Арпаның, бидайдың. Одан кеше бір кісіден тәжірибелі маманнан көп жыл сиыр қарап жүрген кісіден естіген бір ауыз сөз бар еді. Яғни ол сабанға байланысты, осы бидай демекші. Бидайдың сабанын сиырға, малға беруге болмайды екен. Себебі іш майын жеп қояды екен. Жүдеп кетеді. Тез жүрейді екен сиыр. Бидайдың арпа сабанын жесе. Ал арпаныкі бола береді. Сабан демекші, биыл сабанның бәрін шашпай, ретті пайдаланып, бұрғыландап, түйіктап, болмаса бостай жинап алыңыздар. Астымдағы қара сүлік қара. Алдында көкпардан кейін жібергем. Содан бері бос жүрмін. Жақсы бабында кеп қапты. Енді ауыл жақта бір көкпар болса шулатып кететін. Шіркін айдап келе жатырмыз. Бұйырса, ал жақсы достар. Тағы да үзіп түсіретіп отыратын болам. Сек үлкен ғой. Міне, біреу бар. Мына жақта қара сек бар. Мына жерде міне тағы да бір қара сек бар. Анау жүрген. Өшім секті қойлар бар, сатылатын сек қойлар. 40 килограмм, 50 килограммға дейін ет беретін сек қойлар бар. Құнан қой. Құнан дөнен ғой, сек қой енді. Жалпы еркек қой деген ғой. Еркек қойлар. Айдап жүріп өз бетінше. Рекс, ар жағын айда. Ар жағын қайырбайды, ар жағын айда. Серкенің артынан үлесі өшігіп алған бір серкеге. Бар, ар жағын айда. Бар, ар жағын айда. Аха. Ар жағын қайтар. Аха. Молодец. Иә. Кішкене жүдеп тұр байқұс. Әйтпесе жақсақ. Болды. Бер жағын айда. Болды.
Иә, құрметті көрермендер, осыны қалай оңалтамыз? Жазып жіберіңіздер комментарийға пікірге. Bir isim var Aybat. Овчарка Рекс. Болды, кет. Тістеме. Қой болды. Артта жүр болды. Нельзя. Өңі жараспай тұр. Мына Нарлан аға сәлем жолдап қойыңыз. Көшіп барамыз ғой. Иә, көшіп баратырмыз. Күзеуге сен мұртып малдыз. Биыл қыстықта қатты болады деп сен бір тексектің. Иә, солай достар. Алтып міне жүріп бара жатырмыз. Әркімге оңай соқпайды. Көптен көрген ұлы той. Оңай сен жүрейік. Міне, мынау да дөнен ғой, қара иісі. Жеу, аха. Осы сатылы. Ол да бар. Тағы да айта кететін жағдай бар достар. 200 бас қой аламын. Туатын қой. Саулық қойлардан процентке, яғни пайызға. 200 бас қойды маған бересіз. Bir жылға. Bir жылға қойды бересіз. 200 бас қойды bir жылға бересіз. Болды Рекс, тоқта. Қой болды. Қой деймей. 200 бас қойды бересіз. 200 бас қойды 200 қозы туса бұйырса. Енді 100 қозы менікі, 100 қозы сіздікі болады. Яғни 50-50. Иә, 300 қой аласыз. Біз 100-ін аламыз. 50-50, в общем, 200 қой болады, 200 қой туады, 200 қойдың 200 қозының. Ау, артына бар, артына да бар. Артына бар, артына. Аха, болды. Жайда. Ақырнай. Қой тоқта. Қалай дейсіз, қайтадан айтыңызшы. 200 бас. 200 бас қой әкелесіз бізге. Сосын күзде қайтадан. Күзде 200 басты 300 бас қылып алып кетесіз. Яғни 100 қозы біздікі, 100 қозы сіздікі. Сізден ешқандай ақша төлемейсіз. Шөп жинамайсыз, жем жинамайсыз. Бауға бас ауыртпайсыз. 100 қозыны санап аласыз, бітті сонымен. Кет. Ей. Жоқ, аяқтан түсіп кетмесін. Тарт жек, тарт. Чек. Тарт. Бүгін достар, мені біз күзеуге келдік. Біздің күзеудегі коттедж бұл. Коттеджге бармас бұрын шығып қалада жүрмін қазір.
қой қора сеткі. Мынау күреңбелдің жазығы. Тау биік талбыраған анау тұрған Сарытау. Мына жақтағы Аршалы екінші Бесқарағай. Мына жақта Тәукетау. Мына жақта батысымда Қаракүнгей, Қаратау, Бағара. Мына жерде Суқсай ауылы, мына жерде Белтоған дейді, Жазық. Мына жерде Үштөбе деген жер екен. Кезінде сақтардан, қалмақтардан қалған төбе. Негізінде бұл қазақ туризмнің картасында мына Үштөбе Сақ-қорғаны, қорған бұлар. Мынау тұрған Сартау, ар жағы Батпақты, Алты Шаңырақ. Мына жақта жайлау қалды, Мұзбұлақ, Баян жүрек, Салқынды, Қызылауыз үшін бәрі. Енді міне қойдың жағдайына келсек, міне қойлар тойып, дәнге тойып, оқылықтары атып жатқан жағдайы бір қазір. Міне қойдың бәрі оңалады енді бұйырса. Жайлауды аса жақсы семір алмады. Енді семіреді. Міне сіздерге қазір дәлел ретінде боқтарын көруге болады. Яғни тойған қойдың боғы құмалақ емес, қандай жапаты шақ. Көрдіңіздер ме? Жапалап тұшат сиыр сияқты. Міне дәнді көрдіңіз бе? Арпа бидай. Міне бидай. Бидай жеген. Жапалап тұшатына тойған қой. Көп сондай жапа тұшып жатыр мен. Тышқақтап. Көрдіңіздер ме? Тойған қойдың жағдайы осылай. Тоз тойып. Рахат болып жатыр қойлар. Тойып әншейін тура. Аллай болса достар. Барлықтарыңыздың малдарыңыз семіз болсын. Мені шабылып жатқан арпа бидай. Одан кейін мына жерде өсіп тұрған бетеге, көде, садақ көде, бетеге. Яғни бетегеден тұқым шығады, бұны садақ көде дейді. Садақ көде деген керемет болып тұр. Біздің қыстауда мұндай көде қайда. Жусан деген ол міне. Жусанның иісі деген шіркін. Жусанның иісінің өзі. Міне, достар, мынау деген жусан. Жусанның иісі деген керемет қой. Қалада жүрген ағайын жусанның иісін иіскегенде ауылым есіңе түседі ма достар? Жусаннан аласа бетегеден биік. Бетегеден аласа жусаннан биік қандай шөп достар? Қалықтан алар қой. Мына жерде қой құрттайтын дәрілер. Бұйырса қой бағу жайлы бір курстар ашпақшымын. Қой бағудың сырлары. Тезірек тіркеліңіздер. Қой бағуды үйретем. Конкурс және де сыйлыққа. Бұл жерден бірінші жазылған адамға қой құрттайтын дәрі тегін беріледі. Міне мынау біздің коттедждің жағдайы. Будка. Сыртта қол жуғыш. Мынау свет. Күн энергиясын алатын айна. Мынау және де Рекс. Рекс қалайсың? Рекс. Қалайсың? Жағдай қалай? Рекс жатыр міне. Мынау будка. Мынау атағаш. Мына будкаға кіресің. Оң жағында газ. Стол тұртады. Жан жағынан терезе. Көресің де жатасың. Қойды жіберіп қойып. Қойды қарайсың да осылай. Жатасың достар. Ал сәттілік. Айдан аман жылдан есен болайық. Қыстан жақсы күймен шығайық достар. Ал жақсы. Ұнаса лайк басып, пікір жазып, лүпіл қойып жазып кетіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар және де. Қойлар осылай жайылады. Шақтап жатыр. Енді оңалады қайтадан. Кішкене жүдеу қазір. Шақтап яғни.
Şaң болды. Тұяқтан. Байғұс қойлар қақалды шөп шаңға. Міне шөлдеген қойлар суға қарай жүгіріп бара жатыр. Қуанып, қуаныштарында шегі жоқ байғұстардың. Шөлдеп міне жүгірген ойнақтап кетіп бара жатыр. Тура бойдақ қойлар сияқты. Ай машалла, міне. Үлкен саулыққа дейін ойнақтап қуаныштан қатты қуанып кетіп бара жатыр. Суға түсті бәрі. Мен де атымды суға қарайын барып. Қойлармен бірге рексте жанталасып. Бір қой түсіп кетті мына жерге. Суға кіріп кетті. Ішіп жатыр. Қойлармен бірге жағаласып рексте су ішіп жатыр. Достар, мына қой жайылатын жер. Бұл жерден қой не жейді десеңіздер. Мынандай. Ілінбей қалған, комбайнға ілінбей қалған бидайларды жейді екен міне. Бидай көрдіңіздер ме? Дән. Жегендердің бәрі. Шашылып жатыр мына жерде. Жеді жатыр. Бидай қабырғалары. Мұрат екен осы. Бұл дүние. Егістіктің 20% десек болады. Қалып қалған ғой міне. Бәрін жейді. Қалып деген жеткен жеп жатыр. Атым семірейді енді берсі. Жайлаудан тез кеп мына ашылған жерге жүгіріп кеп отырып мына дән жегіз өріп қой жаңағы дән тербейді ғой. Бұл біз бүйтіп қолмен терген ол түк емес. Бұлар бүйтіп Ұрыққа қатты түседі. Егізден. Ой, Нұрбек. Домалап түседі ғой. Бәрі күйлейді ғой. Tez